Құрсаудағы қыз Хайри Тюркан мен бала-шағасын көрген кезде қатты таңғалады, ал Тюркан болса күйеуінің бетіне қарай алмай төмен қарап тұрады. Сонымен Хайридің бүкіл жоспары көкке ұшады. Ажырасқан Налянды туыстары қолдауға келеді, яғни Седат пен Налян ажырасады. Бұны көтере алмаған Седат қатты қайғырады және Налянды өзіне қайта қайтарып алғысы келеді. Джавид оны сабырлыққа шақырады, бірақ Седат сонда да Налянды соңынан аңдып жүретін болып шешім қабылдайды. Тюркан үндемей отырады, бірақ оған Хайри даусын көтеріп айқайлай бастайды. Ол кезде ол барлық ақшасын ағасына бергенін айтып, өздерінің қолайсыз жағдайда қалғандарын айтып түсіндіреді. Ал Налян болса Седаттан ажырасқанына бақытты, ал көроғлы отбасы болса бұл хабардың прессаға шығып кеткеніне хабардар болмау үшін уайым шегіп отыр. Басқа мал болмағандықтан Тюркан және бала-шағасы Хайридің жанында қалатын болып шешілді, бірақ Хайри Тюрканға суық қарады. Метин Хафишке звондап, ажырасу туралы неге білмейтіндігін сұрады. Қыздар Стамбулда қалатындарына қатты қуанды, сонымен қатар әкелері қасында екенін біліп, бақытты екендерін сездірді. Седатты әкесі күтті, бірақ ол баласын бұдан былай жазаламайтын болып шешті. Музу Налянға келіп, Билур екеуі оның жағдайын білмекші болады. Ал Седаттың адамы Налян соңына түсіп, оны аңдай бастайды және оны Седатқа хабардар етіп тұрады. Селен мен Левент Седатты қатты уайымдай бастайды. Налян Хайримен кездесетін болып шешеді. Екеуі кездескеннен кейін Хайриге өзінің ажырасқанын айтып, екеуі бір-бірін құшақтап қатты бақытты екендерін сездіреді. Ал Седат болса журналистермен жиналыс жасап, өзінің ажырасқаны туралы айтады және барлығы да ойдағыдай аяқталады. Гүлжихан ханым Налянға звондап, дәрігерге бірге баратынын айтады, бірақ сол кезде Налянның қасында Хайри болатын. Бұл Хайриге ұнамады, бірақ сонда да Налян Гүлжихан ханыммен бірге дәрігерге баратынына келісім берді. Хайри өзіне жұмыс табады. Налян жекежайға келіп, ол жерге кіруге қатты қиналып, кібіртіктеп тұрып қалады. Седаттың адамы Налян туралы бүкіл хабарды Седатқа жеткізіп отырады және анасы екеуінің дәрігерге бірге кеткенін айтады. Хайри жұмыс берушіге қатты риза. Тюрканға көршісі келіп, есігін қағып таныспақшы болады. Екеуі үйге кіріп, бірге шай іше бастайды. Гүлжихан ханым мен Налян екеуі дәрігерден шығады. Сол сәтте барлығын Седаттың адамы Седатқа сол туралы жеткізіп отырады. Седат бәрінен хабардар болып отырады. Седат Билурды шақырып алып, Налянның аяғы ауыр болған және ол сәбиден құтылғаны туралы Билурға айта бастайды. Эмир Селенге қайтадан тиісе бастайды, ал Хайри болса жұмысына риза, жұмысын жасап жүре береді. Бір кезде Гүлжихан ханым үйде ұрыстың айқай-шудың болып жатқанын естиді. Ал Седат болса Налянға дауыс көтеріп, баланы алдырып тастаған туралы айқайға бастады. Ал Налян болса таң қалып, ондай жағдай болмаған айтып түсіндіруде. Сөйтіп Налян үйден кетіп қалады. Селен Эмирге келіп, Левентті сүйетінін айтады. Сондықтан мені жайыма қалдыр және менің басымды қатырма деген сияқты әңгімелерді Эмирге айтып түсіндіреді. Налян Хайри туралы ойлай бастайды. Бір кезде кешкісін Метин есікті қағып, оған сыйлық береді. Налян сыйлықты алып, оған рахметін айтады. Ал Седат болса тағы да жан-жағына қыздарды қоршап алып, баяғы әуеніне басады. Бірақ бұрынғыдай емес, Налянды ұмытқысы келеді. Ал Налян болса Хайридің жұмысына барып, Хайриді жұмыстан алып қайтады. Седат өзін жайсыз сезініп сыртқа шығады. Ғимараттың төбесіне шығып, өзіне қол жұмсамақ болады, яғни өзін біртүрлі күйде кешіп жүргенін байқайды. Тюркан күйеуі Хайриді күтуде. Бір кезде сыртқа шығып еді, сыртта Хайри мен Налянның бақытты сәттерін көріп таң қалады. Сол сәтте Седатты Музы келіп құтқарып қалады. Сонда да Седат Наляннан бас тартпақ ойы жоқ. Метин қызының артынан аңдып жүреді. Ол Хайриді жек көреді және ұнатпайды. Көроғлы үйіне Эмир келеді. Бұл жолы Селенге емес, Гүлжихан ханымға келеді. Метин қайтадан Рафет мырзаға келеді, бірақ сол мезетте шалынған қоңырау барлығының ауруханаға қарай жүгіргенін ескертеді, яғни Гүлжихан ханым ауруханаға түсіп қалады.
Ол жаққа Налян да барады, ал Музо болса Хайридің жұмыс істейтін орнын тауып алады. Метин Хайридің жұмыс орнына келіп, қызын қорғамақ болып, одан аулақ жүр деп айтады, бірақ Хайри одан бас тартпайтынын айтады. Налян өзінің жаңа үйіне келеді, ол жерде жұмыс бастан асады. Седат Налянға келіп сөйлеспекші болады, ал Музо Хайридің сырын біліп қояды. Музо ары қарай не істеу керектігін ойлана бастайды.